Жүрсін ата! Оу! Жүрсін ата, мен Алтынбек. Азыр мына айналайын, азыр баратам, мына. Бұт киіммен келдіңдер. Баратам. Ассалауму алейкум, Жүрсін ата. Уалейкум ассалам. Қандай бар? Кел, сәлем. Кел Қалай жүрсің ата, жақсы ба? Жақсы. Қандай? Өзің қандай балам? Соған ата. Жақсың ба? Құдай шүкір. Сіз тігіп бүттіңіз бе? Ода балам, бүтпейінен мінекей. Көрші. Оқ ата, бұның жырты да білмейді қо. Сіз оқымышсыз ата. Сіз болғанда бүгін чемпионаттан қалқан алып келдің ата. Мұны әбе, исең бұл өзелек ол төбе тұрған болып қалды. Рахмат ата, мәзге разым. Анда бізге төрелі. Балам, топ төбеле жүру өрбей намазың оқысаң бола. Мен бір сақойыз ата. Анда месе сіз бізге дуалық қоңыз. Біз айылдың намасын қорғып келелі. Кел аға. Құдайым қолдап, игіліксілер менен болсын. Амин. Алла разы болсын. Мен сізге абдан разым ата. Бар ағайыңыз. Жігіт. Жүрсін деген май бұшақта жасайды? Неге сұрасың ба? Неге сұрағанын не аласың? Көргөстегеннен көргөспейсің? Ne tektin öyle. İşte o kadar tektin de. Ne? Şuna takanda adam koyun bilgenizde. Tektin oyunu koyduğunuz. Ақсақал. Багажда ет бар, алып аласың ба? Просто мен деле алып беретелем, кийимим булганып калабы деп атам да. Ай, шусынер. Атам үйден қайра қақсап. Мойындағы қастан құтқарып қой. Өліп қалсам маған қиын болар. Алы көрмегенде. Сіздерді бұл жеріңерге бір қадамда басып келдіңіздер. Мау құрмандықтың ет. Алып қойыңыз. Бұл еттің маған керегі жоқ. Мен мұқтаж емеспін. Анда көрі чынығы мұқтаждарға бер. Қандай чо мұқтаж емес? Майып болып тұрасың ғой. Алы көрбейсің. Бұтым баспаған менен қолым іштейді. Өз оқатымды өзім адалдап тоғам. Құдайға шүгір. Мен мұны көтер алып қаққа барам мен. Кім қайсы мұқтаж болмай, кім тарат, кім мұқтаж деп жүре берем. Ал етіңді, сал машинаға. Қаққа? Жүр артымда ерчі. Қаққа барам? Чынығы мұқтаж адамға барамыз. Alo! Үйде кіші бар мы? Қожайын! Alo! Саламатсыз ба? Құрмандықтың етін таратып жүрді керек. Кечиресиз. Тураместер эке келипсиз. Бизге еттин кереги жок. Alo! Сиз эмне айтканымды түшүнбөйсүзбү? Бизге еттин кереги жок. Күнле бергенді ала бермейсіңдер. Шындап, маға қарағанда, үшлештің артындағылар көбірек мұқтаж. Мен тура түшүнүңүз. Этти ала албайм. Бул балам эс тартканда еттин дамын сызып көрө элек. Мейли бүгүн алалы. Эртең этти өңгөндөн кийин кайра сураса, мен кайдан таап берем? Баланын атасы кайда? Атасы 2 жыл мурун кырсыктан каза тапкан. Эптеп-септеп күнүмдүк оокатка 400-500 сомдон табам. Кара нан, кара суу ичип жанбагабыз. Эт алууга чамам жетпейт.
Көп ийгиликтерге жеттим деп өзүмдү укмуш ойлоп жүрүптүрмүн. Мен сизди майып деп теңим алган эмесмин. Мени кечириңизчи. Көрсө чыныгы майып мен экем. Мен дүйнөнүн төрт бурчун кыдырдым. Бирок өзүмдүн бир көчөдө жашаган кошуналарымды кыдырып ала колум бир да жолу сурап алыптыр. Көрсө чыныгы майып мен экем. Көзүм көрүп турган менен көкүрөгүм сокуп турган. Жүрөгүм ачышып чыкты. Ал жоопкерчилиги ачыштырып жатат. Мунун дарысын мен билем. Мунун дарысы мына эле эшиктин артында. Алла Таалам туура айткан экен. Байларда кедей кембагалдардын акысы бар. Сүйүктүү пайгамбарыбыз бардык маселелерди чечип койгон экен. Эгерде кимде ким Алла Тааланын ыраазычылыгы үчүн чын жүрөктөн курмандык чалса, кыямат күнү тозого парда болот деген. Түшүндүм. Бүгүндөн баштап силердин балдарың рет жебесе, менин балдарым рет жебейт. Этти алып коюңуз. Көптөн бери эт жебей. Эттин да дамын сагынып калдым эле. Жүр балам, кеттик. Эт жейбиз, Аба, эт деген эле? Эт деген азыр бышырып берем. Көрөсүң ушундак макулбу? Таттуу боробу же ачуу боробу? Таттуу да. Жүр кеттик. Рахмат. Тап, болдучу. Кеттикчи, чарчап кеттим. Мындан ары менин кошуналарымдын балдары кошуналарым эт жемейинче менин балдарым да эт жебейт. Жүрөм артымдан. Каяка? Кийинки жан дүйнөбүздүн дарысына. Жүрүң.